Холестерин қан тамырларда толық болса не болады? Егер жүрек қан тамырларда холестерин толық болатын болса, инфаркт, ми қан тамырларында холестерин толық болатын болса, инсульт ауруларына алып келеді. Мынау суретте көріп тұрғаныңыздай холестерин деңгейі адам ағзасында екі холестерин болады: линолепротеин высокой плотности, линолепротеин низкой плотности. Осы екі холестерин тепе-теңдікте болу керек. Егер бір жаман холестерин деңгейі жоғары болып кететін болса, қан тамырлары бітейді. Біздің диагностикалық аппарат арқылы сіздер тексерістен өткізу арқылы холестерин деңгейі адам ағзасында қаншалықты деңгейде екен барлығын сіздерге түсіндіріп береміз. Біз диагностиканы өту арқылы, мынау көрдіңіздер ме, қан тамырда қан осылай тегіс ағу көреді, қан тамырда осылай кереді да, қан тамыр бітеліп бір күннен ертеңгі кезде осылай қан тамыр жүрмей қалса, ол жақтан жарылады. Яғни біздің диагностикалық аппарат арқылы сіз холестеринді анықтау арқылы мына жақта қаншалықты деңгейде нормада екенін, қаншалықты деңгейде жоғары екенін осы жақта сіздер осы сан арқылы, түс арқылы осының барлығын білсеңіздер болады. Сонымен қатар бүкіл жүректегі 15 түрлі анализ қорытындысын біліп кетсеңіздер болады. Егер диагностиканы өткілеріңіз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөміріне жазыңыз немесе хабарласыңыз, ұзақ созып жүре бермеңіз.